Сөз депутат Орынбасаров Бекбол Тілеумұратұлына беріледі. Рахмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы, менің депутаттық сауалым премьер-министрге жолданады. Құрметті Олжас Абайұлы, газ және лифт шаруашылығы саласындағы кейбір маңызды өкілеттіктер төтенше жағдайлар министрлігінен жергілікті атқарушы органдарға есепсіз берілгендігі туралы депутаттық сауал көтерген болатынмын. Үкімет тарапынан әлеуметтік инфрақұрылым объектілерінде мемлекеттік бақылауды жергілікті атқарушы органдардан төтенше жағдайлар министрлігіне беру осы кезеңде мерзімнен бұрын деп санаймыз деген сырғытпа жауап келді. Сондықтан аналитикалық зерттеулерге негізделген жауап түспейінше осы мәселелерді қайтадан көтеруге мәжбүрмін. Газды тасымалдау және пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін оны міндетті түрде авторизациялау шарасын жүргізу қажет. Қазіргі таңда бұл жұмыстар мемлекеттік органдар тарапынан бақылаусыз және қадағалаусыз қалып отыр. Тағы да қайталап айтқым келеді, жергілікті атқарушы органдардың бұл шараны іске асыруға штаттық бірлігі де және адамдарды жоқ екенін тағы да қайталап айтқым келеді. Олар тек тұрғын үйлер мен әлеуметтік инфрақұрылым ішінде орналасқан тұрмыстық баллондар мен газ тұтынатын жүйелерге ғана бақылау жүргізеді. Табиғи газдың сыртқа кетіп жатқандығын анықтайтын құрылғы қарапайым халықта мүлдем жоқ. Сондықтан авторизациялау шарасы жүргізілмесе, оны анықтау мүмкін емес. Осындай олқылықтың салдары қандай жағдайларға әкеліп жатқандығы бәрімізге мәлім. Мысалға 2023 жылы 11 желтоқсанда Қоңтсанай облысында, 2023 жылы 17 сәуірде Жаңаөзен қаласында газ жарылып, бірнеше адам опат болды. Ағымдағы жылдың 2 наурызында Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданындағы Басқұдық ауылында 7 адамнан тұратын отбасы, оның ішінде 5-еуі кәмелетке толмаған, көміртегі тотығымен уланып, барлығы сол жерде қайтыс болды. Мұндай апат жағдайлар жыл сайын орын алуда. Бұл салада қадағалауды күшейту және функцияларды біріздендіру керек екендігі алдақашан түсінетін уақыт жетті ғой деп ойлаймын. Жергілікті атқарушы органдардың өзін-өзі басқарудың дербестігін күшейту керек деген лозунг аясында орталық мемлекеттік органдар өздерінің ең қауіпті функцияларын жасырын түрде жүктеуді тоқтату қажет деп санаймын. Екінші, жеделсатылар лифтілер бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүк көтергіш механизмдері мен лифтілердің өнеркәсіптік қауіпсіздігіне мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүргізу жергілікті атқарушы органдардың азаматтық қорғау саласындағы өкілеттіктеріне жатқызылған. Бірақ лифттерді қауіпсіз пайдалану ережесін әзірлеу, сондай-ақ елге сатып әкелінетін лифттерге рұқсаттаманы беру өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің құзыретінде қалды. Ал автокран, мұнара краны сияқты техникалық жүк көтергіш механизмдерінің жұмысы қауіпті өндіріс ретінде танылып, маңызды функциялар бөлшектеніп, жергілікті атқарушы органдарға мақсатты түрде берілген. Тұрғын үй инспекторының қолынан келетін әрекет бұл объектіге тұрғындардың шағымдары бойынша шығу және лифт кабинасында жарық жанып тұр ма, жоқ па, соны анықтайтын тексеру парағын толтыру ғана. 2024 жылғы қарашада Еуразиялық экономикалық комиссия лифт қауіпсіздігі жөніндегі техникалық регламентті толығымен өзгертті. Жаңа ережелерге сәйкес мерзімін аяқтаған барлық лифттерді 2025 жылдың 15 ақпанына дейін ауыстыру қажет. Қазақстанда олардың саны 7000-ға жуық, бірақ нақты саны белгісіз. Лифттің қызмет ету мерзімі 25 жыл. Содан кейін көтергішті толығымен ауыстыру қажет. Олар адамдар үшін өте қауіпті, өйткені көптеген өндірушілер жабылды және нарықта ескі лифтілерге арналған бөлшектер жоқ. Лифт шаруашылығын монтаждауды, баптауды, материал техникалық базасы жоқ кез келген кәсіпкер жүргізіп жатыр. 2014 жылдан бастап лифтілерге қызмет көрсететін компаниялардың қызметі де лицензияланбайды. Осыған байланысты нарықта біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін көптеген субъекттер пайда болды. Яғни лифтпен ең қарапайым түсу немесе көтерудің өзі өте қауіпті десем артық болмайды. Бұл салада да бірнеше адамдардың шығындары болғаны бәрімізге мәлім. Жоғарыда аталғандардың негізінде келесін ұсынамыз. Бірінші, газ және лифт шаруашылығы саласындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін мемлекеттік қадағалау және бақылау өкілеттіктеріне мониторинг жүргізіп, ара жігін ажырата отырып, төтенше жағдайлар министрлігінің жауапкершілігін күшейтуді қарастыруды және министрлікке жүктеуді қамтамасыз ету функционалдық талдау арқылы жүргізуді ұйымдастыру. Екінші, әлеуметтік және тұрмыстық нысандарға газ беру бағытында авторизациялау жұмысын режимді жағдайда жұмыс жасауын қамтамасыз етуді, мониторинг шараларын жүргізуді жандандыруды. Үшінші, лифттің көтергіш механизм қауіпті механизм ретінде тануды және лифт шаруашылығының қызметін техникалық тексеру және қадағалау функцияларын жергілікті атқарушы органдардан төтенше жағдайлар министрлігіне беруді. Еліміздегі тұрғын үйлердің ішіндегі лифтілердің кепілдік мерзімінің өткендерін ауыстыру бойынша жаңа бағдарлама әзірлеуді. Бесінші, орталық және орталық мемлекеттік органдарға осы сала бойынша функционалдық міндеттеріне талдау жүргізу үшін арнайы комиссия құруды. Депутаттық сауалға заң аясында толық жазбаша жауап беруіңізді сұралады. Құрметпен депутаттар Орынбасаров, Макежанов, Алдашев, Жүсіп, Лукин, Карпулюк, Бекенов, Ниязова, Орынбеков, Өтешев, Шайдар, Лұқпанов, Боқтөгітов, Толамисов, Больгерт, Каппарова, Жексенбай. Рахмет.